Жамбылдағы ақ халаттыларға қызмет алушы ағайынның өкпесі қара қазандай. Басқармаға қарасты нөмірі 7-ші емхананың бас дәрігері науқасты қабылдамақ түгілі сөйлесуге құлықсыз екен. Ал Байзақ аудандық ауруханасында дәрігерлер емдік жұмыстан бөлек басқа да жұмысқа шегілетін көрінеді. Ең сорақысы дәрігерлерден ақша жинайды деген сыбыс шыққан. 3-6 емханалардағы жағдай да сол кейіпте. Осы сынды емдеу мекемелеріндегі біраз былықты облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Сонымен қатар скринингтік, яғни алдын ала тексерудің тек қағаз жүзінде жүретінін айтты. Жаңа сәкәнді есепті берем, ойбай 80%, біреу айтпайды, нашар өтеді. Любой мына жерден сұрашы, главврачты айтасың, ойбай 90% бәрі өтеді скринингтен. Хорошо өтті, қайда нәтижесі? Егер скринингтен өтсе, өлім азаю көреді. Адамның өмір сүру мерзімі көбейу көреді. Вакцинация мен әрден сұрайын, Жамбылдың аудандық ауруханада 98% мына жерде отырмын, бас дәрігер 98% өтті дейді. Бұл жақсы 98% өтті. Но бірақ неге қызылшадан ауыр бізге көбейіп жатыр? Жиында жедел жетуі тиіс, бірақ уақытылы келмейтін жедел жәрдемнің жайы да сөз болды. Аудандардағы дипломмен баруға тиіс жас мамандардың да жетіспейтіні тағы бар. Әрі ақ халаттылардың біліктілігін арттыру да басты мәселе дейді мамандар. Сондықтан бұл кезек күттірмейтін мәселені тезірек шешу керектігі айтылды. Жазған уақытта айтамыз, деньги идут за больными. А бізде наоборот, әуелі финансы береді. Соның соған біз иттей болып тұрыпіздеп, қайсы ауылды, қайсы операцияны, соған әйтеу бір нәрсені кейбір жерінде өтірікті жазып, соған қиыстырамыз. Неліктен? Оның барлығы. Настоящий, реальный, объективный статистика жоқ. Бәрі фантазия. Кездесуде міндетті медициналық сақтандыру бағытындағы жұмыстардың жүруіне өңір басшысы өте төмен деген баға берді. Сонымен қатар дәрігерлерге халыққа көрсетілетін қызметтің жоғары және сапалы болуын тапсырды. Ал облыс әкімі алдағы уақытта өзі емханаларды тексеретінін мәлімдеді. Мерей Олжас Ерғали, Тараз 24.